Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кереметтей болып шығатын 15 минутта дайын болатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін ең алдымен електен ұнымызды өткізіп аламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін сары майымызды саламыз. Сары майымызды қолымызбен жақсылап үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек, орысша айтқанда крошки болу керек. Одан кейін бір жұмыртқамызды жарып, қамырымызды жақсылап илейміз. Мінекей, менде осындай қамыр шықты. Енді осыны екіге бөлеміз. Бір жағына какао қосатын боламыз. Біздің екіге бөлген қамырымыз дайын болды. Енді осыны салафанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Қамырымыз 20 минут тұрды тоңазытқышта. Енді алып, кішкентай шариктер жасап, дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай жасап аласыздар. Еш қиындығы жоқ. Тура солай какаоның дағы қосылған қамырымызды да солай домалатып шариктер жасап аламыз. Мінекей, барлық шариктеріміз жасап болдық. Енді 3 сарысынан 3 қарасынан алып, барлығын бір-біріне біріктіреміз. Әдемі гүл тәріздес форма шығады. Өз қалауларыңыз бойынша біріктірсеңіздер болады. Ендігіде мен 4 бұрышты форма жасаймын. Мінекей, менің печеньелерімнің барлығы жасалып болды. Пысып та үлгерді. Көп уақыттарыңызды алмайды. Шайға өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.